Нефертити айемгі Мысыр тарихындағы ең белгілі һәм сырлы хаяллардан бірі болып, оның аты әзіргі күнге шейін көркем өнер, саясат һәм тарихта үлкен ахметке ие. Оның өмірі һәм мирасы хақындағы мағлұматлар жүдә шекленген болса да, айрым тарихи деректер, археологиялық табылмалар һәм ilmiy зерттеулер арқылы оның кім екенлігі хақында айрым мағлұматларға ие болу мүмкін. Бір тарихшылар Гозал Малика мысырлы болған десе, екіншісі оның келіп шығуы шет елі деп болжайды. Дәслеп мысыртанушы, егер Нефертити фараонның текарыға өмірлік жолдасы болса, ол мысырлы, атап айтқанда патшалық қанынан болуы керек еді дейді. Соның үшін Нефертитиді Аменхотеп төртіншінің қызларынан бірі деп есептаған, бірақ фараонның қызлары тізімінде Нефертитидің аты жоқ. Ол шамамен 1370 жылларда Мысырда Амарна дәуірінде туылған деп есептелінеді. Нефертити сөзі айемгі мысырша Гозал келтір. Сондай-ақ Нефер, Неферу, ат оның гозалларының гозаллары деген мәністі де береді екен.